Bala kezimden akıt görüşüm, ara gözümden gittim unutup, müldüm unuttum. Cebinizden boyuna zevmettim, gittim unutup, müldüm unuttum. Cebinizden boyuna zevmettim. Benim senidim keşke salatım, solan yaşamam lezzet alatım. Şamın baskıydı jaktın ayağım, şamın baskıydı jaktın ayağım. Sende Tağığı keldi boy, ustaran sağla, sensiz attıktan, sensiz attıktan, vergi unuttun, beni şattın. Sensiz attıktan, sensiz battıktan, vergi unuttun, beni şattın. Küçük olsun ailesinden, küçük olsun. Altında konuşmayın. Asimamin dala kezi barana ya gugaya gugaya gugaya. Arı balkım jigitimi karada ya gugaya gugaya gugaya. Sevdi devlet sezim gitti, sel boğaz tomburada. Erugayay kişekindi şamağı. Sevdi devlet sezim gitti, sel boğaz tomburada. Erugayay kişekindi şamağı. Beni kuğan deru savsak savalay ya gugaya gugaya gugayay. Keyde jeli keyde urgi şabalay ya gugaya gugaya gugayay. Beni kuğan koz şekti sırsağana koşup, Erugayay kaldır kaytıp baharada. Birini kullan kol şekti sırsağana koşup, Erugayay kaldır kaytıp baharada. Erugayay, Erugayay dombaram. Ümit rahmet. Geldi mi? Gelin şahatır. Kayıtlı құрметті қонақтар, ал біз көп күткен концертімізді бастайық. Алдарыңызда республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Мұхит Махамбет
атындағы байқаулардың лауреаты Ажар Сейтенова. Қабыл алыңыздар. Барлықтарыңызды бүгінгі домбыра күнімен құттықтаймын, ұлттық домбыра күнімен. Баршаңызға зор денсаулық, бүгінгі алып жатқан емдеріңіз шипа болсын. Осы санатория аққайыңнан аққайыңдай болып құлпырып шығыңыздар. Барлықтарыңызға зор денсаулық. Бүгінгі ән сіздердің денсаулықтарыңызға рухани зор денсаулық сыйласын. Майлығы жаның келмесі, қабыл алыңыздар. Осындай достарымның тойларындай өзімше осылай бір ән бастадым. Халқымдар тоймас ән десе, дихандар тоймас ән десе, майлы қожақымның насихат болған келмес-ай. Атасы жақсы қандайдай, перзент қамын ойнайдай, перзентім адам болсын деп қызынай тойнайдай. Анасы жақсы қандайдай, қамқорлау қалмайдай, қалқам деп шықса алдыңнан көңілде кірбің қалмайдай. Ағасы жақсы қандайдай, алдыңда биік таудайдай, сүрінгенде сүйеніш құлағандай қолдайдай. Інісі жақсы қандайдай, айтқан бір тыңдау алғайдай. Ақылменен іс істеп, қарындас деген меймандай, сірадағы пау. Келсең жұмыстан төсегін қағып салғайдай. Келіп тұрса ашуын айналайын, мырзаш деп басыңнан сипап алдайдай. Ағайын жақсы қандайдай, туысқандық қалмайдай, жездесі жақсы қандайдай, әкеңнен кемай болмайдай. Нағашың жақсы қандайдай, бөліп бір жеген нандайдай, жиенің жақсы қандайдай, үзілген жердің жалғайдай. Құдасы жақсы қандайдай, құйрық бауыр жегізіп түз қағысып сыйлайдай. Келінің жақсы қандайдай, барлық ұстау жайғасып жайластырып жайғайдай. Осының бәрі бар болсай, сенде амар, дағы дәулет келіп басыңай өз орын алып қоппаймын. Ең алдын қатарға орналасты. Алып жатырған шипаларыңыз ем болып, балаларыңыздың рахатын көріп, немере сүйіп, шөбере шөпілдетіп, шөпшекті де көрге алла жазсын деймін. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған керемет бір ана туралы әнді айтып берейін. Қабыл алыңыздар. Артық бала барынамнау, мәз боласың, жарай қалсам шаруаңа.
шынын айтқанда. Әкелеріміз аман болсын, аналарымыз аман болсын. Мен сіздерге мынау Ғарифолла Құрманғали батырымыздың репертуарынан халық термесін айтып берейін. Домбыраменен үндескен керемет халықтың термесі.
отырмын. Маңғыстаудан келген азаматтар бар. Келіңіз, кішкентай қызым келші бері. Кел, кішкентай бір қызымыз қатысып отыр екен. Келе отыр. Мынау қыздың тілегі қабылдайды. Ата әжелерге бүгінгі домбыра күні бір тілегіңді айтып бере қой. Егер тақпақ болса, бір әдемі тақпақ оқып бере қой. Бүгін тікелей эфир өтіп жатыр. Саламатсыздар ма? Аққайын санаториясында отырған аталар, әжелер, апалар, бәріне сәлем. Жазылып кетіңіздер. Көмектесін таудың, бұлақтың суын, иісін сізге көтеріп шипа болсын. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Қазір Мирзалы ағамыз отыра ғой. Бәрекелді, біздің қызымыз да атсалысып сіздерге періште ғой. Мынау кішкентай бүлдіршін қызымыз да келіп бүгін демалып жатыр екен. Ем болсын өзіңе де. Енді қазір мен Сүгір бабамыздан мынау Пірбекет әулие, 362 әулиелі ел Маңғыстаудан келіп отырған демалушыларымыз бар екен. Солардың құрметіне және сіздердің құрметтеріңізге. Мына Бекет әулие атаға тәуелдік барған кезде жолда Шопан ата деген ол кісінің ұстазы жатыр. Сол ұстазының Шопан ата жерленген жерде Сүгір бабамыз жатыр, Сүгір әулие атамыз. Сол Сүгірдің термесінен адай деген еледік деп Закария ақынның сөзімен бастап Сүгірмен жалғап берейін. Бұл адай деген сөзін Закария ақыннан жазып алып, жазықбай Аханов деген ағамыз үйретіп кетіп еді. Осы Сүгірдің термесін жазықбай Ахановтан үйренген адай деген еледік деген Закария ақынның сөзімен бастап Сүгірмен жалғастырайын. Қабыл алыңыз. Қылышпенен айдаған ортасында талай сайраған сарасам ауырын ақ ауырмай кең дастархан жайнаған ағалары енді ай аман бол келді не деп ай жашада жеңгелерінде бар еді ай болдайда көздер ай жайнаған талшыбықтай ай бұралған мағандай да тістер ай құралған талайда менің ай үстімде ай болса қайнымай келді деп шығады алмаған құмардан жырлашы Сүгір ай дегенде талай бір жерлерде жырладым әзілді де таумай келді деп ай әзілдеуші едік ай жеңгеммен ал інілерімдай бар еді Сүгірдей ағам ай келді деп ат шаптырып айғайды ой хабарда салған ай еліне тарқатқанда менің ай даңқымдау мәжілісте айтады ай жеріне көңілі құрғырай мастанып бізді жүре беріп бізді жігіттер ай адайдың да берген ай желіне айдай қазақ елім айдай адай елім беріш елім адай деген
күшпенен айдаған. Ал келіндерімдей бар еді-ау, қайнаға келді ай дегенде, реңінде қалай ай көрерін деп ай, алыстан да тұрып ай болжаған. Ал қыздарымдай бар еді-ау, шай құйып та беріп ай атамның, бағи қаласын алам деп ай, саусақтардай майысқан қабырғасы, ей қайысқан алдыда қанатай ақ-ордан, әлі де үміт-ай етерміз, біздердей бір бала туар деп ай, шаршап айтын-ай шабыстан. Алдыда қанатай ақ-ордан, біздерде кеттік-ай аман бол, айырылып та қалып-ай барасың ай, біз сияқты ей күнінде шабысы да жүйрігі барыстан. Айдай ей, айдай ей, айдай 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 қазақ елім ай, айдай айдай алаш елім ай. Сіздерді тікелей эфирде көрсетіп жатыр. Аталар, ағалар, үйдегілер болса барлықтары көріп отыр енді сіздерді. Енді бір үйден екі адам келіп отырғандар бар ма? Бір үйден кімдер? Аты жөндеріңізді айтыңызшы. Мария апа? Сіз? Сізді Мария, сіздің атыңыз? Сіздің атыңыз? Мария, ағаның аты? Мәди? Мәди аға, Мәди апа. Жоқ, еріңіз айтыңыз сұрап отыр. Атыңыз? Талғат, жолдасыңыздың аты? Алтын Талғат. Мария, Мәди аға. Алтын Талғат. Тағы бар ма? Мұрат Хадиша. Кәнеки, Қуаныш деген жігіт қайда кетті? Оны бөлек оларға былай әдемі қыз деген әнді айтып берейін деп тұрмын қалғаны. Осы жердегі барлық ақжаулықты аналарға жас кезде, қыз кездеріндегі әндерді есіне түсірейін деп тұрмын. Ғарифолла ата ән шырқағанда сіздер әлі жап-жас қыз едіңіздер ғой. Ғарифолла атамыздың репертуарынан әдемі қыз деген әнді орындаймын. Және Мәди ағамыздың атынан Мария апа сізге арнаймын. Мұрат Талғаттың атынан Алтынға арнаймын. Талғат деген менің нағашым, Алтын жеңешеге арнаймын. Мұрат ағамыздың атынан Хадижаға арнаймын. Оны айтамыз. Bye.
кімнің? Келіңіз, сізге бір сақина, мынау күміс сақина, керемет гауһары бар, келіңіз, қолыңызға менен берейін. Тұрмағамбет Ізтілеуов деген мынау Темірбек Жүргеновтың шақыртуымен шахнаманы аударған ғой. Сол Темірбек Жүргеновтың кеше 31 мамырда жаңағы еске алу 2 телепрограммасын Мырзатайұлы Мерболат ағамыз өзі түсіріп Темірбек Жүргеновтың немересінен сұхбат алды. 2 телепрограмма шығардық. Жастар ТВ-ден көресіз. Қазір апама мен бір сақина салайын. Күміс сақина. Үндейсіз, Тұрмағамбет Ізтілеуов бабамыздың оқып қойған жүрсіздер. Мырзатайұлы кекерден көрсете беріңіз. Келіңіз ата. Қазір Тұрмағамбет ауылының қызымын. Мен Тұрмағамбет Ізтілеуовтың немересімін. Байша. Өзімнің туған әкем Тайбек Көмекбаев батыр. Себебі Совет одағының батыры. 25 жыл төрмеде өткізді. Менің әкем 25 жыл. Не салған. Соны қызымын мен. Құттықтаймын. Мына сақинаны бабалар берді маған. Мен алдым деп есептеймін. Сондықтан өзіме қайтып беріп жатырмын. Шын ниеттен мен әдейі мына сақинаны бүгін сондай көңілімнен бір осы қатты шыққан адамға берем деп арнайы сатып алып, арнайы алып шыққан түрім. Мінекей. Болды. Апа көбісі сатып берген ғой. Ой апа, осындай апаны көрдіңіздер ма? Өңірімізде. Сақина берген, күміс сақина, бұл кісі маған келін береді. Апа ешкімге бермеңіз, өзіңізге алыңыз. Апа ешкімге подарок етпеңіз. Алыңыз, өзіңіз алыңыз. Сізге арналдым. Арналғандықтан әр нәрсенің өзінің арналған адамында тұру керек. Дарить не дарить дейді орыстар. Солай ма? Я подарила мынау Тұрмағамбет атаның құрметіне өзім сол Тұрмағамбет Ізтілеуовтың жаңағы шақырнамасынан кеше Темірбек Жүргеновтың фильмінде орындадым тікелей эфирде. Жастар ТВ ютубтан қарап көре аласыздар менің жаңағы орындаған Тұрмағамбет Ізтілеуовтың аудармасын орындадым шахнамадан. Соны көре аласыздар телеарнадан. Қазір енді мен сіздерге арнап мынау Маңғыстаудан жырладым. Махамбеттен айтайыншы. Махамбеттен бір терме, содан кейін сахнаға Қыз Жібекті шақырам. Мынау Гакку әнімен. Қыз Жібектің бүлегені екеуі қосылып тағы бір ән айтады. Соған дейін мен демалып, киім ауыстырып, алдарыңызға тағы әдемі болып келуге тырысайын.
қонақтарының ішінде мынау орыс ұлтынан да адамдар отыр екен. Атыңыз кім болады? Лена деген орыс ұлтынан да келіп қазақтың домбырасын бүгін тыңдап отыр екен. 16 қыз деген керемет әнді барлықтарыңызға ішінде сіздің бұлда қармалар ішінде сондай керемет әнді. Апасының атыңыз Ғалия ғой, сіздің атыңыз Айна ападар ішінде. Ал барлық 16 қыз деген Ғалия атамыздың репертуарынан Мұхиттың ұрпақтары шығарған керемет шайқы Шынтас Қаратаев деген ұрпақтары шығарған 16 қыз деген әнді орындап берейік. Сіздерді бүгінгі домбыра күнімен шын жүрегіммен құттықтаймын. Және құттықтай отырып сіздерге ән шырқап көңілдеріңізді көтеріп берейік.
Келесі Ақмам дайындарыңыз сіздерге шырқап берейін. Thank you.
зал. Ортаға дегенде шақырам, келіңіз, ортаға шақырайық. Sono innamorato di Marina, una ragazza molto carina, ma lei non so perché il mio amore non stava per conquistare sul cuore. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Oh mia bella amore, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella amore, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Anne, ортаға шақырайық. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Oh mia bella amore, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella amore, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Рахмет, көп рахмет. Кішкене шығып, асарға билеп қойыңыз арасында. Ал енді шай суларыңды ішу үшін кішкене жай өтінемін сіздерге. Муслим Магомаевтың репертуарынан «Ноктюрн» деген өлең. Бабулин, знаете эти песни? Слышали? Давайте песни споем. Как тебе сейчас живется лишняя моя?
время будет свет моей любви, зов моей любви, боль моей любви. Только ты останься прежним, трепетно живи, солнечно живи, радостно живи. Что бы ни случилось, ты, пожалуйста, живи, счастливо живи всегда. А между мною и тобой века, надежда и года, смея вода. Моим тебе сейчас не ведь я тебя еще сильнее люблю. Енді құрметті демалушылар, сіздердің алдарыңызда ғашықтар жыры.
Рахмет. Рахмет. Алдыңызда Ажар Секенова, қабыл алыңыздар. Қадірменді құрметті Аққайың санаториясының демалушы аталары мен әжелері, қыздары мен жігіттері бүгін тамаша домбыра күнін тамашалап отырсыздар. Ұнап жатыр ма күндеріңіз? Жасай берсін. Керемет ойнаған алдарыңызда қуанышпенен Шақыризада деген қыздарыңыз керемет домбыра күніне арнап концерт беріп жатыр. Наурызбай Мирболат ағамыз. Қол қабаттасыз. Бүгінгі тікелей эфирді жүргізіп отырсыздар. Машалла отыр бүгін домбыра күні. Сондықтан ең алдыңғы қатарда отырған бірінші болып бүгінгі концертті бастап келген Мария апамызбен Айна апамыз мінекей жауапты аналар. Енді сіздерге мынау таудың бөктерінде отырмыз ғой. Тау ішінде қараңғы түн батып келе жатыр. Тау ішінде деген Сәкен Сейфуллин ағамыз керемет әнін орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Енді мына Төлеген мырза маған микрофон қосылуға болады.
мен ауаныңды жазғыш қарай көзің тәттай сөзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің қарай көзің тәттай сөзің білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Жас кезден естеріңізге түсті ма? Қыздарға жайрап жаяулатып түнделетіп таудың ішімен баратын қандай ғажайып сурет десеңізші. Енді Мұқағали Мақатаев ағамыздың сөзіне жазылған Ия Жақановтың бозғараған әнін айтып берейін. Мынау албадар болса кішкене белбай мойнын бұрып отырсын. Мынау адайлар болса нағашыларым спонсор болып отырсын деп қояйын. Қайырмасына қосыласыздар. Құлпырады лаға гүлдейді орман, емізеді егіз еділмен жайып, ақ шағалайын ақталған
мінекей мынау ақшалық нағашыларым, атыраулық қыздарым мәз болып осы қаяқтан тапты осылар қайдан табады? Сіздің денсаулығыңыз зор болсын. Мынау атыраулық қыз шыдамады-ау. Бізде Атырауда сондай дәстүр бар. Елдің жайып айтып жатқан кезде шыдап отырмадық, телефон деп істеймін. Ильяс Жақанов ағамызға патентін беремін. Біздің Атыраудың осындай салт дәстүрі бар халқының. Өнер адамдары, өнер сатылмайды, өнер бағаланады дейді. Осылай өнерді бағалап жатқан халқым аман болсын. Сіздер барда, мынау халқымыз бар, өнеріміз бар, өлмейтін. Осындай ұрпақтарымыздан ұрпаққа домбырамыз жалғана берсін. Сіздер енді мына Балқадишаны сұрап отқаным, Балқадиша деген ханымның құрметіне кішкене бір ауыз ғана қайырмасымен айтып берейін. Арқаның әндерінен де шырқап қояйық. Ақан сері, бір жанын сал, үкілі бір ай әндері шырқалып жатыр. Мұхит бабамыз бар. Я сөзіңізді. Қыз едің, ал бекендің Балқадишам, бұралып алға біткен ақау Балқадишам. Сексен қыз серуенге шықса дай, ішінде қара басын ақау Балқадишам. Сексен қыз серуенге шықса дай, ішінде қара басың ақау Балқадишам. Бір түгін екі жеңген келіп отыр, ұлықсат біздер сізге ақау Балқадишам. Сіз үшін бүгінгі Балқадишаның Балқадишаның жолдасымен мынандай приз беріп жатыр. Біздің кешіміз келмей қызып жатыр. Мынау адайлар да шыдай алмай қалды. Кеш болып жатыр. Билет алғаннан өзге мынау жолдастарының шашуын көтеріп жатыр қасындағы. Енді бүгін керемет осындай хабарламам бар. Жастар телеарнасында кішкене ғана балалардың телефестивалі өтіп жатыр. Сол телефестивальдің аясында Мұқан Бөгебаев атындағы мектептің директоры Шарик Асянқызы бізді қолдап, сондағы бірнеше балалардың барлығы да лауреат болды. Бірінші, екінші орын. Бүгін сол кісінің мынандай марапатын сіздердің атыңызда құттықтап жіберейін. Қандай марапат десеңіздер, лидер образования, білім беру саласының лидері деген аты алды. Ал ізім қызы Жұмағалиева Гүлжан деген ұстаз, ардагер ұстаз, сол мектепте, Мұқан Төлебаев атындағы мектепте әлі де қобыз
сабағынан береді, ансамбльден береді. Оның да бабалар үні атты ансамбль бірінші орын және екінші орын алып, ол кісі халықаралық ұстаздар одағының мүшесі болды және ақылдастар алқасымен ақылдаса отырып, төрайымды сайлап отырмыз, төрағасы. Оны да Гүлжан біздің қызын да құттықтаймыз және бүгінгі Қыз Жібек пен Төлеген келіп отырған сіздердің алдыңызда мынау Ақтау қаласында, Ақтау Маңғыстау облысының Қырымбек Елеуұлы басқарған кезде шақыртуымен келіп, театрды алға өркендетіп, үлкен деңгейде Қыз Жібектің композиторлық режиссерлігімен Қыз Жібек пен Төлегенді сомдаған Сапарова, Шахризада және Қуаныш атты осы азаматтар мен азаматтарға келмеді. Бүгін мен Шахризаданы үлкен марапатымен құттықтаймын жатырмын. Бұл кісі осындай өнерде жүрсе де мүмкіндігі шектеулі бала бағып отыр. Ол мүмкіндігі шектеулі балаларда біздің телефестивалға қатысуда жастар каналының Наурыз Думан деп аталады. Наурыз айында бастағанбыз. Сол байқауға өзінің кішкентай ғана бір виолончелист, Жұбанов атындағы мектептің керемет өнерпазы бірінші орын алды, құтты болсын. Және саксофон деген өздеріңізде Чайковскийде оқиды, иә баламыз. Чайковскийде оқитын мүмкіндігі шектеулі баласы бар. Сол кішкентай баланы әлдилеп жүріп, өнермен халқын әлдилеп жүріп, Гәкку менен Қыз Жібектің сондай сызылтап, ақ жайықтың осындай Қыз Жібегі деп айтып қояйық. Гәкку өзінің артына жарықсай, қалай ма? Ақылына толықсай, Қыз Жібектен Төлеген алдарыңызда, қол шапалақтап қойыңыздар. Мен бүгін Төлеген ақыл қызымызға, Төлегеннің сүйген жарына, өмірде де, өнерде де бірге жүзіп келе жатыр. Операда Төлегенді сомдаған, операда Қыз Жібекті сомдаған, керемет осындай Ақтаудың театрында керемет болатынмын Ақтауға. Енді қазір мәдениет майталманы деген үлкен награда, халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің атынан қанатты домбырасы бар, нотасы бар, керемет. Мынау қасында жақында ғана бір керемет медаль алған екен, оң жағында. Енді жүрек жағына, сол жағына мен де бір алтын медальді қалағым келіп тұр сіздердің алдарыңызда. Қазір мен алып келгенше сіздер осыны айтып. Рахмет, сіздерге көп рахмет айтамын. Айналайын халқым аман болсын, елімізде бейбітшілік болсын, еліміздегі індеттен аман есен шығайық. Қазақ елі дархан халық, әрқашан сабырлы болған халық, жомарт халық, өзінің астындағы жалғыз атын қонақ келсе сойып беретін халық. Сондықтан біздер ешқандай қиыншылықтан мойымаймыз, тек қана алға жылжимыз, өркендейміз, өсеміз деген ойдамын. Сондықтан сіздеріңіз үшін көп рахмет айтамын. Ana
Көп рахмет. Ажарсыз темаға сіздерге қайырымдылық тобына осындай кешті, тамаша кешті ұйымдастырған домбыра күнін осындай дәрежеде марапаттап, осындай дәрежеде тойлап жатқандарыңыз үшін сіздерге мыңдап алғысымды айтамын. Марапаттар берейік. Мінекей мынау қыздарыңызға мен куәлік тапсырамын. Сапарова Шахризада ханымға халықаралық қазақ творчестволық бірлестігінің қайырымдылық қорынан үлкен керемет мәдениет бергенде ғана көрсетесіз, көрсете беруге болмайды. Иә, мынау енді бұны көрсетіп таға беріңіз, бұл алтын медаль. Мәдениет майданынан сізден сайын бұл қыздарыңыз лайықты ма мәдениет майданына? Лайықты міне. Сіздер куәсіздер, өздеріңіз куәсіздер. Куәлігімен бірге. Мінекей керемет қандай қанатты домбыра. Бүгін домбыра күні, қанатты домбыра. Мына жерде керемет нотасымен халықаралық мәдениет майданынан Қазақстан Республикасының туы жұлдызы мына күні керемет эмблемасы салынған. Мынандай бейбітшілік әлемі деген керемет қоғамдық бірлестікпен бірге отырып, жастар телеканалы Мырзатай Меруанұлымен бірлесе отырып, Шамиля Хасияновна, мынау Чалдаева деген Мұқан Төлебаев атындағы мектептің директоры бас болып, осы қайырымдылық думан өмірін тамашалайсыздар телеарна жастар телевизоры. Қазір бүгін Ақ баталы ана деген керемет әнімді нотасымен шыққан. Сөзі Бекемқұл Батырбекқызынікі, әні Ажар Сейтенованікі. Сіздерге сыйлатқан Мариям апа, сіз бірінші бастап кетіңіз. Сізге мен бір Қазақстан әйелдерінің журналын ұсынамын. Ішінде Ділда Матайқызы Иманғали Тасмағамбетов ағамыздың анасына арналған Ақ баталы ана деген ән шыққан. Түн ұйқысын төрттірген асылынан мойнын шашып шапағат баласына, елдің жайын ойлаған ертелгеш, еңбек сүйгіш ерекше туғандара, ұл қыздың анасы, жігерлі жандарасы, ақыл ойы өнеге, елге сыйлы ақ баталы анасы деген керемет өлеңді Мариям апа сізге беремін. Сізге осы Қазақстан әйелдері журналын сізге беремін. Енді бүгін марапатталатын адамдар көптеген марапатталады. Қазір атаймын. Мына жерде алғыс хат Бөбек гимназиясының ұстазы Наурыз Думан қайырымдылық фестиваліне шәкірттерін қатыстырып лауреат дайындағаны үшін Мөлдір бұлақ ансамблінің жетекшісі Мансура Жұлдыз Балтабайқызына алғыс білдіреміз. Және Көпжасарқызы Күзия апайға алғыс білдіреміз. Құрметті ағалар, жастар телеарнасының компаниясы ұйымдастырған республикалық Наурыз Думан онлайн қайырымдылық телефестивалға өз үлесін қосып, лауреат шәкірттер дайындап, ұстазбен шәкірт майдан сүндет қызы марапаттады. Сіз жеткізесіз, Наурыз Думан онлайн қайырымдылық телефестивалда жеке ән салу номинациясы бойынша үздік өнер көрсеткен Нысанбай Бағдар марапатталған. Ұстаз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сапарғали Гүлдана Ғалымқызы бұл Жүргенов атындағы Темірбек Жүргенов атындағы университеттің шәкірті және ұстазы, диплом
10 лауреат бас жүлде жастар каналы телеканалы. Bunu siz бересіз ғой. Гүлдәбай апайға сіз бересіз. Алматы қаласы Ашығұлақ ауылы Наурыз қайырымдылық фестиваліне поэзия номинациясы бойынша қатысып, өнер көрсетіп бірінші орын лауреат алған Ашығұлақ ауылының Гүлдастан Аманбекқызы. Енді диплом бірінші орын жастар телерадио компаниясының ұйымдастырған Наурыз Думан қайырымдылық фестивалінде вокал номинациясы бойынша орта топ бойынша қатысып үздік өнер көрсеткен Локтин Владимир марапатталды. 2001 орын Наурыз Думан Атырау қаласы Абай атындағы оқушылар. Алматы қаласы кіші топ поэзия номинациясының биганы сезім бірінші орынмен марапатталды. Алматы қаласы нөмірі 23 мектеп Келгенбай Әли марапатталады. Наурыз Думан кинофестивалға эстрадалық ән бойынша ұстазы Әлия Жүнісбекқызы. Наурыз Думан қайырымдылық фестивалға поэзия номинациясы бойынша Ашығұлақ ауылы Алматы қаласы Нұрдастан Аманбекұлы марапатталады. Бірінші орын. Сіздің балаларыңыз үшін Жолдас Ғаламбек, Жолдас Нұрдыбек. Қуанышұлы. Виолончель, сосын саксофон. Жолдас Ғаламбек, саксофон. Саксофонның бірінші орын алды. Құтты болсын. Сізге онлайн марапатын электронный вариантын жібердім. Ұлдар екеуі де, біреу саксофон, біреу қандай? Виолончель аспабында. Және бүгін бізге қатысып, домбырамен екі әнін орындап халықтың көңілін көтерген көрермен көзайымы болған демалушы жігітке менің әнім шыққан журнал Қазақстан әйелдерін сипаттаған Қабыл ағамызға. Осымен концертімізді жақсы бір әнмен тақырыптайын. Бекет атамыздың Бекет ата деген әнімен аяқтағым келіп тұр. Мына жерден қос жүрсеңіздер. Сонымен концертімізге командамыз қайда? Мына жерде мен келіп. Бекет атамыз жүрсің. Бүгінімізде осыған ешкім жоқ. Марапаттарың шықты осы. Өзіңнің ауылыңды жинамапсың ба? Анамен жеңдім ғой. Сіздерге айтайын, тек қана марапат Атырау, Ақтау, мынау Жүргенов атындағы емес, көптеген балалар қатысып жатыр. Әлі де екінші бөлімге тапсырыс берген балаларды енді шығарамыз. Мерболат Мырзатайұлы және Чалдаева, біздің Шамиля Хасянқызы деген керемет, өзі татар ұлтынан болса да, мынау қазақтың балаларын тәрбиелеп, мынау орыс болсын, қазақ болсын, бәрін музыка әлем тілінде сөйлейді ғой, солай емес пе? Мынау әлем тілін, күй тілін, домбыра тілін. Сондықтан бүгін домбыра күні бір керемет домбыраменен күйді әнде шырқалып жатыр. Әлем бойынша Құрманғазы оркестрі мұны Тәттімбет оркестрі отырар сазы Астанада дүркіретіп жатыр. Көрдіңіздер, иә? Бізде Ақжайық санаториясы, мынау Аққайын санаториясы, Алатау санаториясы сияқты үлкен санатория, Көктем санаториясы, Самал санаториясы мынау Алматыда. Сосын және мынау тағы қандай санаторияларда керемет санатория. Мінекей, сол санаториялардың бәрінде осындай бүгін күн өтіп жатыр. Біз басқа жерге бармай, телеарнамызды осында алып келдік. Басқа жерге бармай, сіздерге алып келдік. Мынау Аққайындай тұралып, тап-тамаша болып осы Аққайыннан жайқалып шығыңыздар деймін. Әрқашан осы Аққайынымызға алыңыздар путевканы. Жолдаманы Аққайынға алыңыздар. Сол кезде біздер керемет концертта, танысу кешінде, Нептун күнінде, қоштасу вальс күнінде өткіземіз сіздермен. Бүгін енді маған мынандай предложение дейма, ұсыныс түсіп жатыр. Осы жаңа Аққайынға әрдайым осындай массовый культурный демалыс сыйлап тұрыңыз деп. Соған мен келісім беріп жатырмын. Әрдайым концерт беріп тұрмын. Таптыңызға Бекет ата деген.
Ақбаталы ана деген Иманғали Тасмағамбетов ағамыздың Ділдә қажы деген анамыз бар. Сол предпоследний де қоя ғой. Сол кісіге арнаған бүгін мына әнді сіздерге тұсаукесері болсын. Бірінші рет орындайын деп тұрмын. Қазір айтып беремін. Қосылсаңыздар болады. Ақбаталы ана сөзі Бекет Батырбековтікі, әні Ажар Сейтеновтікі, орындайтын автор алдарыңызда тұр. Махамбет ауданының район больницасында. Енді Пірбекет әулие бабамыздың әнімен аяқтайын деп тұрмын. Пірбекет әулие, Мәдинеда Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет. Қабыл алыңыздар. Соңғы. Пірбекет әулиенің 500 жыл бұрын сақталған
Ақыр жан деген атауының қолжазба кітабы Хиуада сақталған екен. Соның ішінде Бекет атаның өзінің сөзі жазылып қалған екен. Сол өзінің сөзін тыңдатайын сіздерге. Бекет атаның өз сөзі бар қазір. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Хиуа қаласында сақталған жерінде Пірбекет әулиенің сөзін сіздерге Жүргенов атындағы университеттің студенті оқиды. Пірбекет атамыз киелі өсиет, елдің қазығы, ұрпақтың азығы, сұлудың наз үні, періштенің шаңырағы, жұмақтың есігі, иманның бесігі, Құранның өңі, шариғаттың белі, тектіліктің төлі, бұрмалаған құрметті бүгінгі мына Аққайың шипажайының өнер сүйетін мына демалушылар деп айтайық. Барлық демалушылар десек ол артық болып кетеді, өйткені өнерді сүйетіндер ғана бұл жерде қатысып отыр. Қымбатты қарындасым, сіздің етіп келген сіңіліңіз, одан кейін жаңағы Төлегеннің рөлі менен Жібектің рөлін сомдаған, одан кейін жастар ісі жөнінде мына телеарнаның басшысы інімізге, өзіңізге, осы қатысып отырған барлық
зейнеткерлердің атынан, дем алушылардың атынан үлкен рахмет айтқымыз келеді. Себебі қазірде қазақ өнері десе, қазақтың әні десе, оған тайғылындай келісіп, барлық қазақ атсалысып кетеді деген жағдайдан кішкене ақсап тұрмыз. Сондықтан да осы шипажайдағы демалушылардың 90% қазақ болса да, міне залда 30 асып келсе 40-ымыз ғана отыр. Бұның өзі біздер үшін сіздердің өнеріңізді қаншалықты бағалап жатқанымыз. Ал енді мына қатысып отырған азаматтардың барлығына осы кісілердің атынан үлкен рахмет айтқым келеді. Өнерлеріңіз өрісе берсін. Айналып кетейін, мына шәкірттер қарындасым алып жатқан марапаттарың болашаққа өміріңе септігін тигізгендей болсын. Бұдан да зор марапаттарға ие осы өнердің бүгінгі өнерде тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Отбасыларымыз аман болсын. Мына қарындасыма өте ризалықпен қосылып отырмыз. Жаңа кішкентай балапанның жағдайына қарамай өнерде жақсы жетістікке жетіп жүр екенсің. Алла алдыңнан жарылқасын. Қосағыңды қосағар. Балапандарының тек қана қуанышты күлкісін көріп айналайын. Мына өнер дегенде өнердің сандары бар ғой. Соның ең негізгі қазақ үшін қажет дүниесі домбыра ғой. Міне домбыра күні, домбыраны қошеметтеу күні біз Алатау ауданының тұрғынымыз. Соның 23-24 күні мына Алматы аренадағы мультимедиа орталығы деген бар. Сонда Роза Жүнісқызы деген азаматша бар, соның жетекшісі. Сол кісінің бастауыменен бірнеше өнер ұжымдары шәкірттердің сол 23 күні 4 сағаттай осы домбыраға байланысты әндері, тағы да басқа спектакль сияқты дүниелер болды. Содан бері қарай біз оған құлағымызды түріп келе жатыр. Бүгін қалай болар екен, осы домбыра күнін бұл жерде атап өтуге прима деген аталып өтіп жатыр. Ол жақсы, бірақ шипажайдың әкімшілігінде егерде бір адамның болмай тұрғанына мен кішкене ренжіп келіп тұрмын. Оған қарамай мына келген барлық осы демалушыларға алғысымды айтамын. Қазақ өнері үшін өстіп, өздеріңіздің белсенділіктеріңіз тамған тамшы сияқты ғой. Мына кісілердің өнерін қазақ қолпаштамаса, өзіміз қолпаштамаса, кім қолпаштайды? Сондықтан да осындай кеш болатын болса, осындай кештің белсенді қонақтары бола беріңіздер. Сіздердің еңбектеріңіз жемісті, өнерлеріңіз өргізіле берсін. Рахмет. Ал енді бата беріп қалдыңыз ғой. Халықтарыңыз қолыңызды жайыңыздар. Құда ұласын, бақытымызды қолдасын. Барлық осы өнердің құлағын ұстап жүрген азаматтар мен азаматшаларға Алла тағала барлық жақсылығын күзде берсін. Күзде берсе, үзбей берсін, күздің молшылығындай молайтып берсін. Яратқан ел осы өнерде жүрген азаматтар мен азаматшаларға, бүгінгі мына қатысып отырған қарындастарымыз бен інілерімізге бар жақсылығын қыста берсін, қыста берсе қыспай берсін. Қыстың әппақ кіршіксіз қарында өлдіріміздай тап-таза етіп берсін. Жаратқан ием көктемде берсін осы кісілерге. Көктемде берсе көктей берсін, көктей берсе көсе берсін, өсіріп өндіріп берсін, көкшеттей көбейтіп берсін. Жаратқан ием жазда берсін, жазда берсе жазылай берсін. Жаздың шуақты күніндей құлпырған гүлдей етіп берсін. Не берсін де қайырмен береке бірлігімен берсін. Аумин Алла. Сөзіңіз аузыңызда, мына шипажайдың басшылары бізді қолдап, Мәдина маған қыз да келді, жаңа Досжан ағамызда Кентай ауылда бізбен 2-3 жылдан бері осылай қарым-қатынастамыз. Құралай деген осы санаторияның жаңа шипажайдың ұйымдастырушы болды, мәдени шараларды ұйымдастыратын. Сол кезде де келіп тұрдым. Енді Мәдина ханымды бағана келгенін көрдім, бала-шағалармен осында келді. Ол кісі өзі телефоннан сөйлесіп, бүгін жексенбі күн болса да, бізге осындай демалыс күнде басшылар болмаса да, өздері
онлайн рұқсатын беріп жатыр. Сондықтан ол кісіге алғыс айтып қояйық. Сіздерге де алғыс баршаларыңызға. Осы бүгінгі рухани сусындаған дендеріңіз аққайыңдай құлпыра беріңіздер дегім келеді. Бүгін мінекей осындай жастар, осындай біздің жастарымыз көп болсын, өнерлі жастарымыз. Қыз жібекпен төлегеніміз, операда да сайраған, кинода ойнаған қыз жібекпен төлегендер бірге еді ғой. Жұптарын жазбаған Меруерт Өтекешова мен Құмар Тастанбек ағамыз өмірде де өнерде де бір еді. Мінекей опера балет театрында да өнер көрсеткен, опера саласында да қыз жібекті сомдап, төлегенді сомдаған. Екеуі өмірде де өнерде де қыз жібекпен төлегендей қос сақтарын қосаға берсін. Баршаның рахмет. Әже, бірақ сөз айтасыз ба? Келіңіз. Аналардан да қаталай, қыздың фотоға түсуге болады. Келіңіз. Апа. Кел. Әже. Sendiri ben uzak yerlerden 80'de degenden uzaklardan bana şakalarına aman olsun. Allah gönüllerin canına versin. Ben de denizlikteyim. Ben de güzel olsun. Ahmet şakalarına aman olsun. Dostumuz aman olsun. Бастап домбыра бүгін бізге осындай мерекеге берген үшін барлығымыз разымыз. Осылайда домбыра деген қандай керемет мереке. Сол үшін министрліктеріне де мәдениет министрліктері бізге сондай домбырамыздың күнін асқақтатып берген күн құтты болсын. Дегендеріңіз сау болсын.